Сәлем Стамбулдан. Қайырлы таң. Бүгін ПП видео күнделігімнің 11-ші күні. Бүгінгі салмағым 111,7, 100 грамм артықпын. Бірақ еңсемізді түсірмейміз, жалғастырамыз. Бүгін таңертең тұрдым. Бүгін тек планка жасадым. Планка емес, вакуум жасадым. Бірақ планка жаттығу жасаған жоқпын. Бүгін қарайын деп, неге десеңіз, менде 100 грамм, 200 грамм сөйтіп болып кетті да. Қазір балам шақырады. Жалғастырамыз. Бүгін мен планка жаттығу жасамағаным, айтқандай 100 грамм, 200 грамм тастап отырмын. Сондағы мана марафонға дейтін біздің администратор, марафонның иесі айтқан, егер бір салмағыңыз ұстап қалып жатса, азайып қалып жатса, не деп жаттығуды тоқтата тұрыңдар и кішкене басқаша тамақ жеп бастаңдар деп. Басқаша дегенде белок, бір күн белок жеп қараңдар деп бар ғой. Белок енді чисто белок жей алмаймын да, жаттығуды тыйдым, есе көрейін деп қанша болатын. Бүгін сол бұрынғыша таңертеңгі таңғы асымды, түскі асымда тек кефир, сондай йогуртпен, сосын кешке кәдімгі ужинімді ішемін. Бірақ жаттығуды тыйдым. Бүгін бір күнге тек ерсе, бірақ жалғастырамын. Еңсемізді түсірмейміз, жалғастыра береміз. Мен бірге артаңыздар. Қазір таңғы асымды көрсетемін сізге. Бүгін мен овсянка жеймін. Көптен овсянка жеген жоқпын. Сол балам екеумізге бір пісірем. Сосын түскі асымды, кешкі асымды бұрынғыша көрсетемін. Күндеріңіз жақсы өтсін. Берекелі қайырлы күн тілеймін сізге. Мен бірге артаңыздар. Достар, мынау менің таңғы асым. Балам екеумізге пісірген овсянка. Соны өзіме салып алдым. Мынау овсянка, ішінде банан бар, сосын турецкий йогурт. Түнгі ас кезі. Түнгі ас болғанда сағат 2 бізде қазір. Мен кефир ішейін деп жатырмын. Видео отчет сіздерге. Так, достар, мына менің кешкі асым. Кешегідей борщ, ПП борщ. Осыны ішем, маған насып болсын. Қарағандарыңызға көп рахмет, қолдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментария тастаңыз, пікірлеріңізді тастаңыздар. Менімен бірге арттаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.